Анемияның емі, жалпы енді анемияны емдемес бұрын бірінші диагностика жасайды. Бұл жерде не көрініс береді? Жалпы общий қан анализін тапсырады, жалпы қан анализін. Эритроциттер, гемоглобиндер мөлшері және гематокриттің мөлшері түсіп кетеді, және түстік көрсеткіштерде өзгеріс болады. Бұл жерде түстік көрсеткіш дегеніміз не? Ол жалпы гемоглобиннің эритроцитпен қанығуы. Егерде жалпы анемияның түрлері өте көп, соның ішінде егерде қан анализін тапсырғанда гемоглобин эритроциттер нормада, енді түстік көрсеткіш жоғары болды, гиперхромды анемия. Бұл әрине неде кездеседі? Көбінесе В12 тапшылықты анемияда және де В9 витамин тапшылықты және фолиевый кислота тапшылықты анемияда кездеседі. Келесі, одан кейін гипохромды анемия. Әрине бұл темір тапшылықты анемияда кездеседі. Жалпы енді анемияның былай айтқанда еміне келетін болсақ, ең бірінші себебі, жалпы егер бұзылыстың себебі анықталмаса, ол жерде оның гемоглобиннің көлемін көтеру анемияны емдеу мүмкін емес. Мысалы, адамдарда кездесіп жататын, мысалы, геморрой болды делік, немесе асқазан ішек жолдарында бұзылыстар бар делік. Ол жерде адамда қан кетіп жатыр, дәрігерге келді, сәйкесінше ол айтпайды не болып жатқанын. Бұл жерде оған темір дәрумендерін бергенмен, ем қолданғанмен, ол емнен ары қарай нәтиже көрініс бермейді. Сол үшін дәрігерге сіздер келдіңіздер ме? Не мазалайды, қалай мазалайды, барлығын толықтай айтқандарыңыз жөн. Мысалы, енді анемияның ішінде 70%, 80% осы темір тапшылықты анемия жалпы кездеседі. Темір тапшылықты анемия кезінде қандай ем қолданады? Ең бірінші, темір дәрумендері, екіншісі диетотерапия, жалпы диета ұстау. Бұл жерде диетотерапияда өтетін нәрселер кофеин, яғни кофе мен чайды жалпы ем қабылдап біткенше оны мүлде тоқтата тұрған дұрыс. Өйткені асқазанда темірдің жалпы сіңірілуін тежейді. Және сонымен қатар темір дәрумендерін берген кезде витамин С-ны қосып береді. Не себепті? Өйткені темір сіңірілуін жақсартады витамин С. Және сонымен қатар енді тағамдардан қалай алады? Тағамдардың ішінде жалпы темірге бай құнарлы тағамдар жалпы 2 валентті және 3 валентті болып екіге бөлінеді. 2 валентті әсіресе ет тағамдар, ал 3 валентті ол көкөністер, жемістер. Сол үшін бұл жерде 2 валентті және ет тағамдарын жеудің маңызы өте зор. Және сонымен қатар екінші орында кездесетін темір тапшылықты анемиядан бөлек В12 тапшылықты анемия. Жалпы бұл енді В12 тапшылықты анемияда әрине бұл дәрумендер қолданады, В витаминдер қолданады. Содан кейін сонымен қатар асқазан ішек жолдарын тексеріс жүргізіледі. Егер асқазан ішек жолдарында бұзылыстар болса, жалпы темірдің, В12 витаминдердің сіңірілуі өте қиын болады. Сол үшін сіз дәрігерге бардыңыз, жалпы қан анализ тапсырдыңыз. Одан кейін дәрігер сізді биохимиялық қан анализін, жалпы қан құрамында ферритинді тексеруге жібереді, және сонымен қатар қан құрамындағы темірдің көлемін мен қатар жалпы В12 витаминдерге тапсыртады. Содан кейін диагноз қойылғаннан кейін кешенді ем тағайындалынады. Жалпы ем енді темір тапшылықты анемияда 1,5-2 айға дейін ем қолданылады. Ем жалпы нәтиже бермеуінің 2 себебі бар. Біріншісі, 2 айдың ішінде ешқандай өзгеріс болмаса, әрине сізде бір органнан қан кетіп жатыр, яғни біріншілікті. Ал екінші себебін айтатын болсақ, ол әрине апластикалық анемия болуы мүмкін. Бұл кезде міндетті түрде дәрігер, гематологтың консультациясы сізге керек.